қыздарды көресің, анау мынау көресің. Сөйтіп медресеге келгеннен кейін 10 күн өзіңе келмейсің. Субханалла. 10 күн Аллахтың қалауы, дұрыс сабақ тапсыра алмайсың. Қазіргі таңда көп қари бар, бірақ пісік қари емес. Бір дәрежеміз бар. Иә. Сол дәрежені көтеруіміз керек алдын ала. Алла Тағаладан кешірім сұрап, пайғамбарымыз айтады хадисте: "Күллу бани адам хаттабун". Яғни бүкіл адам қателеседі. Біліп білмей істеп барлығымыз қателесеміз. Яғни сол қателіктері үшін бірінші Алла Тағаланың алдында тазаруымыз керек. Қазіргі кезде Құранды жаттағысы келетін, бірақ қай жерден бастау керек, неден бастау керек, кеңес бере аласыз ба? Мысалы, қалада тұратын, ауылда тұратын адамдар бар, иә, бізді көп адам қарайды ғой. Хафиз деп, Құранды толық жаттаған кісіге хафиз деп айтамыз. Ал қари деп, Құранда енді бастау, мысалы, бір пара жаттады, бір параны пысық па, бір параның қари болады ол. Қари деп сол кісіге айтамыз. Бір нәрсені мысалы бітірді, мысалы әліппені бастап Құранға түседі, ол адам қари болады. Құранның бүкіл парасын жаттаған адамды негізі арабтар хафиз дейді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы Құранды жаттау немесе хафиздің жолы. Бүгін бізге арнайы қонақ келіп отыр. Осы Астана қаласы Жібек жолы мешітінде 30 күн бойы тарауих намазын өткізген қариымыз Салих мырза. Ассаламу алейкум, Салих мырза, біздің студиямызға қош келдіңіз. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Қош көрдік. Осы бүгінгі подкасттың тақырыбы хафиз, Құранды жаттау мәселесінде талқылаймыз. Мен сізге сұрақ қоям, сіз бізге жауап берсеңіз, біздің көрермендерге өте қызық тақырып деп ойлаймын. Сондықтан бисмилля деп бастайық. Бірінші сұрағымыз, қысқаша айтып жүрсеңіз, бізге негізі хафиз деген қандай мағынаны білдіреді, хафиз деп кімді атай аламыз, сол жөнінде айтсаңыз. Хафиз деп, Құранды толық жаттаған кісіге хафиз деп айтамыз. Ал қари деп, Құранда енді бастау, мысалы, бір пара жаттады, бір параны пысық па, бір параның қари болады ол. Қари деп сол кісіге айтамыз. Бір нәрсені мысалы бітірді, мысалы әліппені бастап Құранға түседі, ол адам қари болады. Құранның бүкіл парасын жаттаған адамды негізі арабтар хафиз дейді. Түгел жатқа білетін. Иә. Түсінікті. Өзіңіз жайлы айтып жүрсеңіз, сіз Құранды жаттау жолына қалай түстіңіз, қалай басталды, өзіңіздің тарихыңызды айтып жүрсеңіз. Біз негізі мен өзім 8 жасымда қателеспесем, әкемнің қолында бастадық, ағам екеуміз. Әкеміз енді қатал кісі болды. Сол кісінің қолында ағамыз екеуміз бастадық Құран жаттауда. Әліппені сол жақта бітірдік, 10 сүредей. Әкеміз шамасы келгенше бізге үйретті. Одан кейін біздің ауылымызда негізі әрбір отбасыда бір молда кісі болады. Машалла. Молда кісі деген кезде бір хафиз. Мысалы, менің әкемнің 4 ағайындысы бар. Ол әкемнен кейін інісі қари. Ал біздің отбасыда әкем мені таңдады. Сол біздің ауылда айтып отырмын ғой, қарилар көп. Сол арнайы Мұртаза деген кісі бар еді. Сол кісінің алдында бір парадай оқыдық, ағамыз екеуміз. Құранды қай жақта жаттадыңыз негізі? Қалай, басында қиын болды ма сізге? Қандай сезім болды сізде бастаған кезде? Бір мезеттен қари болам деп ниет еттіңіз бе? Қалай болды? Негізі 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін 16 жаста болдым ол кезде. Шымкент қаласына бірінші рет келдім ол кезде медресеге. Медресеге сол 16 жасымда бардым. Сол кезде Али деген ұстазға жолықтым. Али деген ұстазымызбен негізі бірден қари болам деген ниет болған жоқ ол кезде. Дінді үйреніп, шариғат жағын үйреніп, сондай нәрселер жалғастырамыз деген оймен бардық.
Али ұстазымыз кішігірім насихат айтып, не істеп, 6 ай тоқтамай истихфар, күніне 100 истихфар, 100 ихлас сүресі, 100 рет салауат айттық. 6 ай бойы. Бір қарилықты бастау үшін бір дәреже болу керек. Солай ма? Мен білмеппін оны. Хафиз болу үшін адамның қандай қасиеттері болу керек негізі? Негізі хафиз болу үшін адам айтып жатырмын ғой, руханият, мұсылман адамға су қандай қажет болса, руханият адамға сондай қажет. Неге десеңіз, руханият болмаса, мысалы мынау 5 уақыт намазымызда түгел боламайды. Адамда бір руханият деген нәрсе керек. Жаңадан бастап атқан кісілер уже бір беттен бастайды. Ол бір бет қиын болады. Адам бір бет жаттау үшін оған руханият керек. Руханият дегеніміз, біз барлығымыздың Алла тағала алдында бір дәрежеміз бар. Сол дәрежені көтеруіміз керек алдын ала. Алла тағаладан кешірім сұрап, пайғамбарымыз айтады хадисте, күллу бәни адам хаттабун. Яғни бүкіл адам қателеседі. Біліп білмей істеп барлығымыз қателесеміз. Яғни сол қателіктері үшін бірінші Алла тағаланың алдында тазаруымыз керек. Немен тазарамыз? Нәпіл намаздармен тазарамыз. Истихфар айтып, нәпіл намаздар оқып, өзіміздің Алла тағала алдында дәрежемізді көтереміз алдын ала. Одан кейін Алланың сөзін жаттаймыз. Ал біз жаңадан бастап тұрып, 5 уақыт намазымыз түгел емес, сразу бастап жіберсек, ол бізге өте үлкен қиындық көрінеді. Түсінікті. Бұлай айтсаңыз, мысалы, жай адам Құран жаттағысы келсе, жаңағы өзінің дәрежесін, Алла алдындағы өзінің дәрежесін көтерген абзалырақ. Сөйтіп бастаса, жеңілірек, Алла тағала жеңілдетеді сонда, солай ма сонда? Жай адам енді Құран жаттағысы келеді да, сразу бастағысы келеді. Ал бірақ сразу бастамау керек. Бірінші адам тазару керек. Одан кейін өзінің руханиятын көтеру керек. Алла тағаланың алдында дәрежесін көтеру керек. Одан кейін бастау керек деп ойлаймын. Біздің ұстаз Али ұстаз осындай 6 ай бойы біз күніне таң намаздан алдын, 1 сағат алдын отырамыз. 100 истихфар, 100 салауат, 100 ихлас сүресін оқып жүретінбіз. Ол не үшін? Тазару үшін, руханиятымызды, яғни көтеру үшін. Одан кейін күніне тахаджуд намаз оқитын едік. Ал тахаджуд намаз осындай руханиятты көтеріп, иншалла, жайлап бастап жіберсе, ол кезде Құран жаттаудан оңай нәрсе болмайды ол адам үшін. Енді қиыншылықтар болады. Мысалы, Құранның әрбір беті бірдей емес. Кейбір беттер оңай болады, кейбір беттер қиын болады. Бүкіл нәрсенің бір қиыншылығы бар дейді ғой. Құранның 10 парасын жаттаса, ары қарай мына 10 параның ішінде келген сөздер 20 параның ішінде келуі мүмкін. Сізде 6 ай жаңағы дайындық болды. Одан кейін сіздер бастадыңыздар жаттауды, күніне қанша уақыт бөлдіңіздер, қалай, қай беттен бастап жатталдыңыздар, негізі әдістері жөнінде айтып жүрсеңіз? Мен негізі өзім турецкий стиль дейді, сол турецкий стильмен бастағам. Бірінші 30-шы параны толықтай ұстазға тапсырамыз. Егерде 30-шы параның бір жерінен бір қате кетсе, ұстаз бізді қайтарып жіберетін еді. Мысалы, мен жеке өзім 30-шы параны тапсырып келіп, Мәсәд сүресінде 1-2 қате жібердім. Ұстаз қайтарып жіберді. Ол бірақ маған пайдасы тиді. Бір сабақ болады ол. Сол 30-шы параны толықтай тапсырып, одан кейін айналым деген нәрсе бар. Әр бір параның бір бетін тапсырамыз. Бірінші бет. Бірінші бет. Яғни, мысалы, 1 январдан 1 бетті тапсырдық, 1 параның. 2 январ, 2 параның 2 бетін тапсырамыз. Жатқа. 30 параны осындай айналдырамыз. Ал келесі ай уже екінші айналым. Яғни, 2 бетті аламыз. 2 бетті алғаннан кейін 2 бетті қосып тапсырамыз ұстазға. Түсінікті. Сөйтіп? Тағы да 30 күн бойы тапсырып шығамыз. 3 бетке өткеннен кейін
үшінші бет 3 бетті ұстазға қосып тапсырамыз. Осындай 4-ші бет, 5-ші бет, 10-ші бетке кейін көтерген кезде 10 бетті қосып ұстазға тапсырамыз. Мысалы 10 бетке көтерген кезде 30 күн бойы уже 15 пара тапсырамыз ұстазға. Осындай жайлап 20 бетке көтересіз. 20 беттен кейін, яғни қайталау сізге қажет болмайды. Бір пилесі осындай. Қазіргі таңда көп қари бар, бірақ пісі қари емес. Неге десеңіз, 2-3 жылда жаттайды, бірақ тағы да 2 жыл қажет болады оған қайталау үшін. Мына турецкий стильмен оқысаңыз, 2 жылда толыққанды қари, пісі қари болып шығасыз. Ұмытпайды. Дұрыс. Барлығы бірдей жатталады ғой сонда. Иә. Қанша уақыт кетеді сонда, сіздерде қанша уақыт алды басынан бастап жаттау? Менде 2,5 жыл кетті. Орташа есеппен 2,5-3 жыл кетеді, негізі. Иә. Жақсы. Қазіргі кезде сол ұстазыңызбен қарым-қатынасыңыз бар ма? Мысалы, сіз Құранды жаттадыңыз ғой бірінші беттен бастап. Одан кейін, мысалы, Құранды жаттағаннан кейін тағы да ары қарай зерттеу немесе айтады ғой орысша мастерство деген сияқты, соның дәрежелері бар ма? Иә, Құранды жаттаған кезде, одан кейін мағынасы бар Құранның. Негізі Алла тағаланың айтқанда, мен сол Құранды жаттағаннан кейін Шымкент медресе колледжі деген Шымкент қаласында бар. Сол жерде қосымша 4 жыл оқыдым тағы. Мағынасын түсіну үшін. Бірақ ол 4 жыл мағынасын түсіну үшін жетпейді. Негізі, мысалы, бір сөзден араб тілінде 10 сөз шығады. Қазіргі кезде Құранды жаттағысы келетін, бірақ қай жерден бастау керек, неден бастау керек, кеңес бере аласыз ба? Мысалы, қалада тұратын, ауылда тұратын адамдар бар, бізді көп адам қарайды ғой. Қазіргі кезде енді Құранды жаттағысы келетін жаңадан бастап отқан кісілерге кеңесім телефон мәселесі. Телефонды тастау керек, ең бастысы. Біз қарилықта жүрген кезде бізде ай сайын 1 сағатқа телефон беретін еді. Ай сайын 1 сағатқа? Ай сайын 1 сағатқа телефон береді ұстазымыз. 1 сағатта ата-анаңмен сөйлесесің, сразу телефонды жинап алады. Сол телефон мәселесі. Мысалы, телефонда әртүрлі нәрселер шығады. Мысалы, біз қарилықта бізді жібермейді. 1 жылда бір үйге қайтарса, 2-3 күнге барып қайтамыз, болды сонымен. Мысалы, байқалады, үйден келеміз, 2-3 ай сабақ оқимыз, 2-3 айдан кейін бір нанға, бір магазинға сұранып шыққан кезде, енді көресің, мысалы, қыздарды көресің, анау-мынау көресің. Сөйтіп, медресеге келгеннен кейін 10 күн өзіңе келмейсің. 10 күн Аллахтың қалауы, дұрыс сабақ тапсырамайсың. Неге? Бір нәрсені көргеннен кейін көз зинасы бар. Өже дәрежең Алла тағаланың ардында түседі. Қайта өзіңе келу үшін 10 күн тахаджуд оқып, зікір айтып, Алла тағаладан кешірім сұрап, қайтан өзіңе келгеннен кейін қайтан сыртқа шыққың келмейді. Қазіргі кезде енді бастайым деген кісілерде бірінші ең бастысы 5 уақыт намазы төгелі болу керек. Алла тағаланың алдында дәрежесі болу керек. Яғни нафил намаздар болу керек. Қосымша 2-3 ай осындай намаздарды оқып, одан кейін адам өзі сезет. Алланың сөзін тіліне алған кезде өзі адамның өзі сезет. Сол кезде иншалла жайлап Құранға өтсе болады. Құранға өткеннен кейін сыраз жаттау бастамасын. Бірінші хатым оқысын. Ең азымен 30 хатым, 35 хатым оқысын. Неге? Тілін түсіндіру керек бірінші. Иә. Одан кейін жаттауға өтіп, жайлап жаттай берсе болады. Мысалы, бірден келіп, бір беттен бастаса, одан қиындық нәрсе болмайды. Мысалы, мына жақта 30-35 хатын түсіргеннен кейін, уже кейбір аяттар тіліне сынып қалады.
Ол кезде бір бетті ойнап тұрып жаттайды. Сол кезде одан жеңіл нәрсе жоқ ол адамға. Жаттағаннан кейін күнде қайталау керек па? Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде қари, хафиз адамдарға күніне 5 пара қайталап жүрсін деген. Қайталамаса ұмытасын. Иә. 5 пара қазіргі таңмен 100 бет. Ол қанша уақыт кетеді оны оқуға? Негізі біз қариларға 2 сағат, 2,5 сағат кетеді. Тарауих намазға қанша уақыт болды шығып жүргеніңізге? Мен тарауих намазға биыл 5-ші жыл шыққаныма 5-ші жыл болды. Биыл ғана 30 параға шықтым. Алдыңғы жылдар, бірінші жыл бастаған кезде 10 параға шықтым. Одан кейін 12 параға шықтым. Одан кейін 15 параға шықтым. Одан кейін 20 параға шықтым. Биыл 30 параға шығып жатырмын. Бірінші рет шыққан кезде қандай сезім болды сізде? Енді бірінші шыққан кезде сәл қиындау негізі. Қобалжу болады адамда. Бір жерінен қателессем, бүкіл жамааттың намазы сіздің мойныңызда. Иә. Қобалжу, қиындық болады. Құран жаттағаннан кейін мінезіңіз өзгерді ма? Негізі мен бұзық бала болғам. Әкем сол үшін дінге салған. Біз үйде 5 бала болдық, 5 баламыз. Сол 5 баланың ішінде мен дін жолына салды әкеміз. Сол Шымкент қаласына Али деген ұстазымыздан оқыдық. 5 қырағат ижазасы бар ұстазымыз. Енді біз оқыған кезде ұстазымыз да қатал болды. Сабақ тапсырмасақ, әке-шешеміз сүйегі бізге, еті сізге деп тапсырған. Ұрса да, не істесе де әкемізге айтып бармадық. Енді ұстазымызға рахмет айтамыз. Неге десеңіз, пайдасы тиді. Әлі де өкінеміз, ойнап жүрген уақытымыз да болды ол кезде. Ол ұстаз, Али ұстаз қазір әлі сабақ беріп жүр ма? Али ұстаз, иә, қазіргі таңда да сабақ беріп жүр. Негізі біз 30 бала болып бастадық. Оның ішінде 4 бала бітірдік. Қалғандары ше? Қалғандары қиын деп шығып кеткендер болды. Шыдамай ма сонда? Шыдау, негізі айтып жатырмын ғой, бұл дін дегеніміз Алла тағаланың алдында барлығымыздың бір дәрежеміз бар. Иә. Сол дәрежеге жеткеннен кейін Құран жаттау бастау керек адам. Ал негізі сол айтып жатырмын ғой, 6 ай бойы ұстазымыздың алдында истихфар айттық. Ихлас сүресін оқыдық, күніне 100 рет. Истихфар 100 рет, салават 100 рет, истихфар 100 рет, Ихлас сүресін оқыдық. Негізі қазіргі кезде кейбір адамдар өзінің балаларын қари қылдырамыз дейді, қари болсын дейді. Сол қаридың дәрежесін айтып жіберсеңіз, осы дүниеде және де Алланың құзырында, және де егер де мен өзімнің балам, ұлым, қызым қари болсын десем, не істеуім керек? Соны айтсаңыз. Мысалы, сіздің әкеңіз бар, сізге тәрбие берді. Енді сіз сол туралы айтсаңыз. Негізінде қазір сондай адамдар көп, дұрыс айтасыз. Сіз балаңыздың қари болу үшін сіз ең бастысы балаңызға адалынан жегізесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады хадисте, адалынан жегізіңдер балдарыңызға. Неге? Адалынан жегізсеңіз, балаңыз адал болып жүреді. Менің кеңесім, ең бастысы баласын ұстазға берген кезде баласы ерке болмау керек. Баласы ерке болса, ол бала қари болмайды. Ұстазды тыңдау керек, е? Ұстазды тыңдау керек. Бір нәрсе болса, сразу әке-шешесіне шықпау керек. Қари, хафиз адамның осы дүниеде және де Алланың алдында дәрежесі жөнінде айтып жіберсеңіз. Негізінде Алла тағала Құранда айтқан хафиздардың денесі шірімейді. Яғни хафиздар Алла тағаланың жәннәтул фирдаус, яғни пайғамбарлар мен жәннатта болады дейді. Машалла.
сол туралы көп аяттар келген, көп хадистер келген. Хафиз адам, яғни Құранды толық жаттаған адам жәннатқа өзімен 70 адамды кіргізе алады деген хадистер бар. Сіз Құран жаттаған кезде ең қиын сүре, ең оңай сүре қандай болды сізге? Маған ең қиын сүре джин сүресі болды. Неге? Әркімге әртүрлі, бірақ Қалай ойлайсыз өзіңіз? өзім аяттары бірдей болды ма, маған негізі өзіме джин сүресі болды. Ал ең оңай? Ең оңай Бақара сүресі болды. Ең ұзын? Бақара сүресі неге оңай болды? Бақара сүресі, айтып отырмын ғой, әркімге әртүрлі, маған сөздері жеңіл келіп, машалла, керемет, оңай болды маған. Құран оқып бастаған кезде, Құран жаттап бастаған кезде бір сондай қатты ғибрат алатын, жақсы көретін сүрелеріңіз, аяттарыңызды айтсаңыз қандай сізде? Құран оқыған кезде Ясин сүресі. Ясинді күніне оқып жүреміз негізі қарилық медреседе. Таң намаздан кейін, таң намаздан алдын осы Ясин сүресін оқып жүреміз. Неге десеңіз, пайғамбарымыз хадисте айтады ғой, Ясин сүресі Құранның жүрегі дейді. Ясин сүресін оқып жүреміз. Жақсы көрген осы Ясин сүрем, соны айтып жүреміз. Жақсы. Сізде Құран оқуға байланысты жаңағы хафиз болып атқан, хафиз жолындағы қызықты оқиғаларыңыз болды ма? Сол жайлы айтып жіберсеңіз. Иә, қызықты оқиғалар бізде болды. Сол хафиздықта біз сағат 11-де ұйқы берсе, 4-те қайттан тұрғызады. Одан кейін 4-тен кейін сразу форма киіп намазға шығамыз. Намазда айтып жатырмын ғой, истихфар айтамыз, көбінесе хатмул Құран оқимыз, сабақ оқимыз, сабақ дайындаламыз. Сөйтіп түсте 1 сағат ұйқы берсе, ұйқыдан көп қиналасыз хафиздықта. Сол кезде біз оқыған медресемізде бір лестница бар еді. Лестницаның астында 2 орын бар еді, 2 адам сиятын жер. Сол жақта хафиздар өздеріміздің арамызда кезек қоятын едік. 1 сағат сол жаққа барып ұйықтау. Машалла. Негізінде хафиздық өте оңай нәрсе. Осында қиындықтар болады. Бірінші, сырттан келген кісілерге ұйқы. Ең басты проблема. Ең басты проблемасы сол болады. Телефон 1 апта, 2 апта қиналады, телефонды ұмытады. Ал ұйқы күніне. Негізі телефон мәселесі қазір шынымен өте сондай актуальный мәселе ғой. Шынымен көп уақыт алады екен. Бірақ кейбір адамдар мысалы телефонды енді жақсы істерге пайдаланғысы келеді да. Мысалы телефоннан Құран оқу ол дұрыс па, немесе жаңағы оригинал, жаңағы қағаз кітапты оқыған дұрыс па, қалай айтсаңыз? Негізінде бұл телефонды дұрыс жолға қолданса, телефонда үлкен ілім алса да болады негізі. Мынау Құранды бір ұстаздың, арнайы ұстазға барып, әліппені, тәжвидті, осындай нәрселерді үйреніп алып, одан кейін телефонда оқып жүрсе болады негізі. Ал бірақ Құранға түспей, сразу телефоннан бастап, тәжвидті телефоннан бастап оқыса, ол кезде ол адам дұрыс оқи алмайды. Түсінікті. Негізі Құран жаттағысы келген адам, тәжвид үйренгісі келген адам, ұстаздың алдына барып үйренген абзалырақ болады. Иә. Жылдамырақ дұрыс үйренуде. Ол кезде мысалы кейбір кезде білмеген жері болады, оны телефоннан сұрамайды. Мынау деп ары қарай өзі оқи береді. Мысалы қате болуы мүмкін. Сөйтіп қате жаттаса оны, сол қате бойы кете береді. Ұстаз оны қайттан дұрыстады, бірақ ол дұрысталмайды. Түсінікті.
кейбір адамдарда қорқыныш болады, мен бастағым келеді, бірақ соңына дейін жете алмайын ба, түгел жаттап шыға алмайын ба деген сияқты. Ол мезетте не істеуге болады? Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой, амалдар ниетке байланысты. Ниет етсе барлығы болады. Алла тағала Құранда да айтады, менің құлдарым маған қолын жайса, мен олардың қолын қайтаруға ұяламын дейді. Алладан сұрауымыз керек бүкіл нәрсені. Алла тағала береді бізге. Ниет етіп, иншалла бастай берсін. Дальше Алла тағала барлығын жеткізеді. Құран жаттау адамды тәртіпке үйретеді ғой сонда. Қатты кәдімгідей дисциплина мықты болады, иә? Негізі Алла тағала Қамар сүресінде, қателеспесем, 17-ші аятында айтады, бұл Құранды бір зікір үшін жараттық дейді. Біз Құран оқып жатқан кезде бір зікір айтып жатқандай сауап аламыз. Құранда бүкіл адамның жүріс тұрысы, несі, не істеуі керек, барлығы келеді. Құранды оқыған кезде мағынасымен оқыса, адам түсінеді өзі. Ойланып, иә? Иә. Болашақта өзіңіздің қандай арманыңыз бар, мақсаттарыңыз бар? Болашақта, иншалла, қазіргі таңда Жібек жолы Забихулла мешітте ұстаздық қызметіндеміз. Сол жақта, иншалла, ниетіміз, ең басты ниетіміз, Алла разылығы үшін жүру. Тағы да үлкен ниеттеріміз қари шығару. Машалла. Қазіргі таңда, альхамдулилля, 25 шәкіртіміз бар. Оның ең алды 2 пара жаттаған. Соларды оқытып жүрміз, иншалла. Осында Жібек жолында, иә? Иә. Машалла. Сізге сонда біздің көрермендер өзінің балаларын, ұл қыздарын немесе өздері үйренгісі келсе, Жібек жолына келіп, сіздерге шәкірт болуға болады. Иә, иншалла, қыз балдарға да сабақ беріп жатырмыз. Хафиза ұстазаларымыз бар. Балдарға да сабақ беріп жатырмыз. Қазіргі таңда мектептен кейін, яғни суббота, воскресенье балдарға сабақ беріп жатырмыз. Ал мектепте демалыс уақытта күніне сабақ болып жатыр. Ол ақылы ма, тегін ба? Жоқ, тегін. Алла разылығы үшін. Машалла. Алла разы болсын. Салих қари, сізге Алла разы болсын. Біздің каналымызға келіп, осындай мағлұматпен бөлістіңіз, өзіңіздің өмір баяныңызды айттыңыз. Енді біздің көрермендерге насихат ретінде, тілек ретінде не айта аласыз? Насихат ретінде, иншалла, міне Рамазан айы кеше келген сияқты бүгін шығып барып жатыр. Қолдан келгенше намаздарын оқысын. Уақытта өте тез өтіп жатыр. Негізі қияметтің белгілері шығып жатыр. Қолдан келгенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде бір кісі болады, дінді қабылдамай, пайғамбарымызды мазақтап жүретін сондай бір кісі болады. Сөйтіп сол кісі бір күні қайтыс болады. Оны мәйітін, яғни денесін апарып жерге көмгеннен кейін, сол мазараттың ішінен бір қысқаша жол бар екен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жолмен келіп жатқан кезде, сөйтіп сахабалар ана қабірді көреді. Сөйтіп ана кісі пайғамбарымызды мазақтаған, дінді қабылдамаған, арақ ішіп жүрген кісі, сөйтіп пайғамбарға сұрақ қояды сахабалар. Ей пайғамбар, дейді, бұл дінді қабылдамады, намаз оқымады, неге қабірде рахаттанып жатыр, дейді. Сөйтіп пайғамбарымыздың өзі таңғалып, бұның артында барып көріңдерші, дейді, бір ұрпағы бар ма, дейді. Сөйтіп артын тексерсе, бір баласы бар екен, кішкентай баласы дінді қабылдап, әліппені үйреніп жатқан екен. Алла тағала соны шапағат етіп, әкесін кешірген. Машалла. Яғни бұл жақта не деп жатыр? Салихал ұрпақ қалдырайық артымыздан. Өзіміз оқымасақ та, өзіміз Құранды жаттамасақ та, үйренбесек те, ұрпағымызға үйретіп кетейік. Қазіргі таңда, альхамдулилля, қаншама мешіттеріміз бар, қаншама медреселеріміз бар.
бізде үлкен мүмкіндіктер, оларды қолдан бермейік иншалла. Жақсы. Өте дұрыс айттыңыз. Алла разы болсын сізге. Сізге шағын сыйлығымыз бар. Мынаның ішінде кітап және де сәресіне сізге қабыл алыңыз. Рахмет, Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болып, соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар және де өздеріңіздің достарыңызға бұл видеоны жіберіңіздер. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.